Biz onun sınıf okuşları Serік Саят, Нұрлан Көкенай, Ербол Қызымайра өзіміздің ойларымызбен, армандарымызбен, үміттерімізбен бөліспекшіміз. Арманға қол жеткізу үшін әрекет жасау керектігін түсіндім. Адам арманға жету үшін сол арманды қиялдап жүре бермеу керек. Кейбір адамдар болады, шын жүректен армандаған арман орындалады деп. Ол олай емес. Адам сол мақсатқа жету мақсатында жету үшін өзі талпынуы, еңбектенуі керек. Сол кезде өзінің мақсатына жете аласың. Мақсат өмірдегі шамшырақ секілді. Адамды өмір жолында адастырмай тура жолда алып жүреді. Сондықтан мақсатты айқындап алу өте маңызды. Ал мақсат өзімізге және айналамыздағыларға зиянды болмағаны және тәніміз бен жанымызға пайдалы болғаны абзал. Мен Ербол Қызымайра. Болашақта өзімнің ұлжанды екенімді және де отаныма адал қызмет атқаруға, отанымның келешекте патриотты азаматы болам деген үміттемін. Осының бәрін бір ойда түйінге болады. Сізбен біздің тыныштығымыз және амандығымыз болашақ патриотты азаматтар мен азаматшалардың қолында.